тегін жасалатын магниттің екінші бөлімін бастаймыз. Біз алдыңғы видеода гипстен мүсінді қатырған болатынбыз. Біз бұларды алып көрейік. Бізде мысықтың мүсіні мен иттің мүсіні шықты. Бұларды енді біз бояуға кірісеміз. Мен мысықты да, итті де бояп болдым. Енді бояулардың кепкенін күтеміз. Біздің бояуымыз кепті. Енді біз магнитті алып, қиып, мүсіннің артына жабыстырамыз. Бұны біз жабыстыру үшін қағаздың артына керекпіз.